Қайырлы таң оқушылар, сауат ашу сабағымызды бастаймыз. Оқулығымыздың 97-ші бетіндегі 120-ші сабаққа назар аударайық. Біз өткен сабақта Х еліне саяхат жасаған болатынбыз. Бүгін саяхатымызды одан ары қарай жалғастырады екенбіз. Бүгін балалар біз құрамында Х дыбысы бар жаңа сөздермен танысып, хат жазып үйренеді екенбіз. Өткен сабақтағы құрамында Х дыбысы бар сөздерді қайталап оқып шығайық менімен бірге. Хат, хабар, халат, шахмат, хайуан, хайуанат. Жарайсың. Енді балалар, мына суретке назар аударайық. Дұрыс айтасыңдар. Бұл Халел мен Хәкім. Олар бір сыныпта оқиды екен. Сыныптастар. Олар оқу озаты. Сабақты жақсы оқиды екен. Олар бос уақытында отбасы мүшелеріне де көмектеседі екен. Бос уақыттарын тиімді пайдаланады екен. Міне, ата-әжелеріне көмектесіп, қолғабыс тигізеді екен. Ал балалар, сендер бос уақыттарында немен айналысасыңдар? Мынау Халелдің Хамит ағасы, ол қалада тұрады. Халел кешке отыра салып, қолына қаламды алып, Хамит ағасына хат жаза бастады. Ол қандай хат жазды екен? Оны білу үшін оқулығымыздың кәнекей екінші оқу тапсырмасын оқып шығайық бірге. Халел қарап қалмайды, Хамитқа хат арнайды. Хоккей добы керек деп хабарлайды хал жағдай. Балалар, Халел Хамит ағасына қандай хат жазған екен? Дұрыс айтасыңдар. Яғни хоккей добының керек екен. Балалар, ондай болса, Халел бос уақытында немен айналысады екен? Дұрыс айтасыңдар. Яғни ол хоккейді ойнайды екен. Хоккейдің добы мынандай болады балалар. Осы допты сұрап отыр. Ендеше Халел бос уақытында спортпен шұғылданады деген сөз. Спорт денсаулық кепілі. Кім-дегім спортпен шұғылданса, денесі шымыр, еш уақытта ауырмайды екен. Мінекей, ендеше біз Халелден үлгі алуымыз керек. Хоккей ойынын балалар білетін шығармыз. Екі командаға бөлініп ойнайды, е? Ең алғаш осы хоккей ойыны 57-ші жылы құрылып, ойын жүргізіле бастаған екен. Ал Халел хатын жазып болсап жүгіріп далаға шықса, Хәкім сыныптасын көрді. Сыныптасының қолында ауыр жүгі бар, кетіп баратқанын көрді. Ол келе сала оған сұрақтарды жаудыра бастады. Қандай сұрақ қойды екен Хәкімге? Ендеше оқулығымыздың 3-ші тапсырмасына қарайық. Сен кітапханада болдың ба? Бірінші сұрағын қойды. Қандай кітаптар алдың? Кітаптарды таңдауыңа кім көмектесті? Мінекей, Халел Хәкім сыныптасына қаншама сауалдарды қойды. Балақай, енді осы сұрақтарға қалай жауап беруге болды деп ойлайсың? Ойланып көрейік. Бірінші сұрақ. Сен кітапханада болдың ба? Я, болдым деп жауап беру мүмкін. Қандай кітаптар алдың? Енді кітапханада кітаптың түрлері өте көп. Қандай кітап болуы мүмкін? Ертегі, қиял ғажайып, өлең кітаптар болуы мүмкін, әңгіме. Кітаптарды таңдауыңа кім көмектесті? Әрине, кітаптарды таңдауыма кітапханашы апай көмектесті деп жауап беру мүмкін. Балалар, жалпы кітап бұл білім бұлағы, білім өмір шырағы деп бекер айтылмаған. Кітап асыл қазына, ода көп білім алуға болады екен. Балалар, артық білім кітапта ерінбей оқып көруге деп ұлы ақынымыз Абай жырлағандай. Ерінбей білім алуға асығайық. Бар білімнің патшасын тек кітаптан ғана таба алатынымызды ұмытпайық. Ендеше бос уақытында кітап оқуды ұмытпа. Енді балалар, жаңа сөздерді оқып шығайық. Хоккей, кітапхана, Хамит, Халел, халжай. Осы жердегі хоккей деген сөзде екі к дыбысы бар екен. Мінекей балалар, бүгін біз білім қоржынымызды тағы да жаңа сөздермен толықтырдық. Бұл сөздердің жазылуын ұмытпайық. Ендігі кезекте дәптерімізді ашайық. 120-ші сабақта біз өткен сабақта Х дыбысын жазғанбыз. Енді астында хат жазып көрейік. Сәлем Айдос, жағдайың қалай? Бізге қонаққа қашан келесің? Деп ары қарай жалғастырып жазуымызға болады екен.
Енді әрқайсымыз бұл жерде міндетті түрде Айдос емес, өзіміздің жолдасымыздың, сыныптасымыздың атын жазуға болады екен. Міне хатты осылай жазуға болады. Келесі, енді оқулығымыздың 4-ші сызбасы берілген. Бұл жерде мен дейді, ары қарай 2 сөз жалғасып, нүкте қойылып тұр. Бірінші сөйлем құрастырамыз. Астында Хамид дейді, 3 сөзді қоямыз екен да, екінші сөйлемді құрастырып, маған оқу тапсырмасы ретінде жібереміз. Сау болыңдар балалар, осымен сабақ аяқталды.